Сәлем достар, мен жаңа влогыма қош келдіңіздер. Бүгін бізде қаншасы екенін білмеймін. 27-сі вторник. Влог түсірмегеніме көп күн өтті, өйткені вообще ештеңеге желанием болған жоқ түсіруге. Даже сторисқа да шығар жоқпын. Бүгін влог түсірейін деп ойладым. Мен қазір, как обычно, клиникаға барып жатырмын. Бір апта бұрын мен анализ тапсырған болатынмын. Екінші анализдарымды, соны қазір ответтерін білетін боламыз. Не болып жатқанын мен денемде. Кеше мені, кстати, мамам келді. Осы уақытқа дейін 1,5 апта жалғыз өзім боламын. Қазір мама келді, вот жуынып жатыр. Қазір сағат 8:42. И вот біз дайындалып жатырмыз. Бүгінге план негізінде өте көп. Қазір клиникаға бару керек. Клиникаға сағат 1-ге дейін болатын шығармын сол жақта. Өйткені менде потом нелерім бар, салатын системаларым. Ұзақ система бүгін еще. Достар, короче, мен уже клиникадан шықтым. Когда опять жөйге келдік мамамен. Наконец музыканы өшірді. Яқта баған бір музыка болып отырады. Біз мамамен Мауи деген жаққа келдік. Қазір заказымызды күтіп жатырмыз. Біраздар қандай еще әдемі. Масакандар ойнайды. Гаулин айтады бізге. Мама, мен сіз үшін заказ бердім. Вот, Цезарь келді. Өлең бастамай еді. Мен мама үшін бүгін өлең заказ бердім. Абсан шай. Так, заказымыз келді. Мен чуть-чуть суп. Не остағаннан. Короче, мамада карбонара. Вот. Еще чуть-чуть. Бұл жібердіңіз күтіп отырмын ғой. Мен жақта стористерді түсіріп алдым. Все, біз енді остановкаға баратырмыз. Мынау Панфиловшылар паркі. Кстати, мен бүгін бірінші рет камера сатып қалып шықтым. Видео түсіріп жүрмін. Қалай екен? Биточек басқаша көп айтып отқандар. Бірінші мен шыққан влогымда барлығы айырмашылығы жоқ телефонмен деді. Алдыңғы соңғы шыққан влогта барлығы вау, күшті айырмашылық деп жатыр. Өйткені барлығы әрине светке байланысты да. Ал менің үйде комнатам көп жерлерде свет темный бізде. Вот сондықтан да Алматыдағы үй жарық болған соң барлығы свет качество күшті екен деп айтып жатыр. Қазір даланың светімен вообще качество күшті болып тұрған шығар. Все, достар, біз үйдеміз. И қазір үйдің қасына магазин кіріп шықтық, не алғанын көрсетейін. Так, бүгін маған осындай крупалар жеуге болады, жесін деп айтты. Сондықтан да пшено деген алдым. Бірінші рет жейін деп жатырмын. Және де ячневая крупа, вот нанты мен бірінші рет жейін деп жатырмын. Негізінде өмірімде жеп көрген емеспін. Потом сармай маған болады. И ол менде бітіп қалды үйде. Фокус, фокусты түсінбей жатырмын. Неміздер. Сметана. Маған твердый сыр жеуге болады деді. Сондықтан вот твердый сыр. Осылай компаниясын алып көрейік дедім. Потом ужинға котлеты, куриные зразы, типа котлеты сияқты. Маман блины, рис с овощами, менікі. Және де маманыкі мясной салат, менікі. Фитнес деген салат, самый вкусный салат. Үйдің қасында прям жымды нәрселер. Тек қана капуста ішінде 3 түрлі капуста бар. И не алдық капуста. Мама маған бүгін борщ істеп береді. Тауық ниетінен. Шаршап келіп, көп жұмыс бітірдік бүгін. Мама екеуміз ертеңге де план өте көп. Ертең еще ерте тұру керек. Вот қазір мен енді барлық тамақтарды жылытып, ужин жасаймын. Еще біз кеше шторыды жуғанмын. Сол шторыларды ілемін. Кеше менде үйде субботник болды, потому что мама үйге келген соң келетіндіктен үйдің бәрін жинастырдым. Тез просина жудым, кремдерді жудым, душтағы ковриктарды, ойыншықтарды жудым. Короче, золушка болдым. Мамам мына жақта менің заказым қалауым бойынша маған күшті борщ істеп қойды. Қандай қызыл прям сочный борщ жасады. Соңғы кадрдан бір әлі кухнядамын. Өйткені бағана кешке қарай
Менің заказым келген болатын косметика, яғни сіздердің заказдарыңыз. Менің косметика магазинінің товары келді, соларға сортировка істедім. Барлығын әдемілеп суретке, видеоға түсірдім парақша үшін. Соның тапсырмасыменен оттым, соның жұмысыменен 2 сағаттай уже шаршап кеттім. Сағат 11 болды, бірақ мен қатты ұйқым келіп тұр, өйткені бүгін түнде, как обычно, 1-2 сағатқа ұйықтадым. Сағат 8-де тұрдық, ертең сағат 7-де тұру керек клиникаға бару үшін. Вот қазір мен тезірек жуынамын, түрім сонда ужасно болып тұр ғой, прямо. Қазір барып жуынамын, ұйықтаймын, сонда да ертең көріскенше. Всем пока. Сәлем достар, қайырлы таң. Бүгін мен камерамды алып шыққан жоқпын, телефонмен түсіремін. Және де мен қазір клиникаға баратырмын. Сағат таңғы 7-де тұрып отырғанша. Мен көпне люстра қарауға келдік. Маған бір необычный футуристический керек. Типа ана домалақ сияқты шы, необычный узорларымен. Вот. Достар, мен уже үйдемін. Сағат қазір 9 болып қалды ойдым кешкі. Маманы шуға шығарып салдық. Мама шуға қарай кетті. Еще мама кеткеннен кейін 1 сағатта свет өшіп қалған ғой. Қатты қорқып кеттім да, неге кеттім? Далаға шығып қайттым. Сторис қайттым, сіздерге де айтайын. Мынандай бағана центральный аптекадан не алдым. Протеиновый печеньканы. Бомбардың продукциясын көптеген российский блогерлардан көретімін. Осы Қазақстанда, вот Алматыда, сол центральный аптекадан ғана көрдім. Жеп көрдім, кенесіз, қансыз. Сонымен қатар овсяный неден жасалған, ұннан жасалынған. Дәмі өте күшті, не болғанменен мята. Прям мятаның дәмі қатты шықпайды, сол маған қатты ұнады. Өйткені маған мятаның дәмі қатты прям продуктыларда шыққан ұнамайды. Инау менің бір орап осы жаңа дәрілерім. Осы емделіп жүрген 2 аптаның ішінде мен түсінгенім, медицина емделген ауру болған, ол өте қымбат екен. Шынымен де қымбат. Мысалы менің мынандай бір дәрім, мынау дәрім қараңыздар қанша тұрады? Фокус болғанша, вот 16.990 бір дәрі. Вот емделген өте қымбат. И бір жағынан мен ашы емделмей қойғым келеді, қойшы депші. Бірақ емделмесе де болмайды, өйткені егер де мен осы жылы бармағанымда осы докторларға, олар маған айтты, уже бір 3-4 жылдан кейін сенің жағдайың одан да жаман болып кететін еді, уже емделмейтіндей состоянияға. Сондықтан да емделеміз әрине. Қараңыздар, бағана свет өшіп қалғанда қаншама свет жағып қойған ғой, 4-еу үйдегінің барлығын. Мына светчолар бірақ өте тез кететкен да. Еще мен заказым болғанда бір қыз заказ берген Алматыда осының андай нені, лимон қолға жағатын кремменен помаданы. Бірақ мама соны алып келді шудан, бірақ енді маған жауап бермей жатыр ол қыз. Помадалар өте жақсы, менен уже прям жақсы алады, барлығы жақсы көреді. И фокус, как обычно. Нерматидос фокус. 5-ші оттенокта. Так, салып қояйын. Егер де ответ берсе, алып барып беремін. Ответ бермесе, енді қайтын алып кетемін. Так, достар, мен соңғы түсірген кадрымнан кейін қанша уақыт өткен білмеймін. Мен өзімді күнде шатасып кеттім. Қазіргі өмір сүру режимінен өте дұрыс емес өмір сүру режимі болып жатыр. Бірақ та мен қазір алдыңғы менің блогымда мен сіздерге диетам жайлы айтқан кезінде барлығы сонда сен не жейсің деп жатыр. Мен негізінде маған дәрігердің өзі сөйтіп алдымда сөйтіп бәрін айтып жатқан кезде ойлағанмын, білейін сонда мен не жеймін деп. Бірақ та оказывается заттар өте көп. Олындай заттарсыздақ та заттар көп. Қазір мысалы менің магнумның покупкаларымды көріп алыңыздар. Магнумнан келдік, заттарды қазір көрсетемін. Мынандай пакет сатып алдық, сумка магнумның өзінің. Ал енді бастайық, покупкалар көбірек болды. Бірінші 2 ваннаның заттары, ондай диоснеларды жуғанға, менде вот маған диоснелармен проблемам бар менде. Соған осы лесной бальзам өте жақсы көмектеседі. Келесі ол крем, жидкое мыло, сұйық сабын. Қызық естілеткен. Одан кейін мынандай гранола жек көрейін деп шештім. Егер де жегендер болса жазып кетіңіздер, қалай екен, не екен. Мен осындай упаковкасын алып көрейін дедім. Одан кейін мен жақсы көретін хлебцылар, 2 вкусыменен. Осылар самый вкусный хлебцылар, доктор Корнер деген.
алып көріңіздер. Одан кейін свежий домашний творог. Осындай магнумда бір отдел бар, барлығы үйдің заттары домашний, яғни навры творожный массаны мама өзіне алды, маған ұнамайды ондай нәрсе. И анакей чистый домашний қаймақ, өте күшті, свежий прям. И құрттар алдық. Өте күшті көрініп тұр, осы құрттардың дәмі тезірек көргім келіп тұр. Томат, үйде томат жоқ. Жұмыртқалар, үйде жұмыртқа жоқ. Простой йогурт, ештеңкенің қосындысы жоқ. Чистый, натуральный йогурт. Маған ештеңкенің қосындысы болмайды. Мен чистый жеу керек, короче. Биобаланс, сүт, нандай нан. Маған пока осындай нан жеуге болады, яғни дәндерден жасалынған. Түсіндіре алмайым, короче, осындай керек. Огурцы, овощиладан тек қана огурцы жеуге болады. Булгур, күріштің орнына күріштен гөрі пайдалы деп естігенмін. Сондықтан да алып көрейін дедім. Бір күн дайындап көремін. Тауық еті. Енді өзіме өте күшті не алдым. Бокал. Өте әдемі, прикольный. Бауырсақтар. Өте күшті магнумның бауырсақтары. Кстати, и маған пока бауырсақ жеуге болады, сондықтан да жеп алайын. Одан кейін вареники. Мен жақсы көретін картоп пенен грибы маған пока что болмайды, поэтому грибысыз боржоми маманыкі, укроп и жасыл пияз. Менікі заттарында шуға кететін заттар. Мамамдай не алды грибы үйге, шампиньондар. Бізде шуда сатпайды шампиньондарды, а біз шампиньон жақсы көретінбіз. И қараңыздар, просто 3-4 упаковка алған ғой. Шуда жоқ. Шуықтар, если что, алып келіңіздер аламыз. И мынандай нәрсе, творожный запеканка. Ванильный сахар, не үшін алған білмеймін, шуда жоқ сияқты. И нандар, мама нандар жақсы өзіміз алып барған, өткен шуда бізде нандардың түрлері өте көп емес, түрі жоқ, нандай бір тәтті бір нәрсе. И нандай нан алып барыпты. Сонымен қатар сырный соус, самый күшті, маған бірақ болмайды, сондықтан бұл шуға кететін нәрсе. Жаңа көргендеріңіз заттар өте көп жейтін, және де мысалы крупа дейікші, алғанда крупаны қазақша қалай айтатынын білмеймін, бірақ крупаны мен осы уақытқа дейін білетін тек қана күріш, гречка и горох. Осылар ғана бар, осыларды ғана мен жейтінмін да, тек қана. Ал менде қазір гречка жеуге болмайды, ойлайтын білесің, мен екі-ақ нәрсе жеймін ба деп. Бірақ та заттар өте көп, жаңа алдарыңызда көрген сияқты ячневый бар, пшено бар, тары бар, өте көп екен да, крупалар, киноа бар. Сондықтан да былай кішкене ойлансаңыздар, заттарды тапсаңыздар, өте көп негізінде жейтін заттар. Қазір мен өте көп тамақ жасамаймын, өйткені қандай тамақ жасайтынын білмеймін, сондықтан да вот магазиннен барып мындай салат алып келдім. И біз жақта магазинде мындай куриный котлетки сатады, курицадан жасалынған, тауық етінен жасалынған, буда майсыз вообще надо. И рис, күріш алып келдім, тряпочки алып келдім. Кстати, маған кофе болады, крепкий болмаса кофе главное. Сондықтан да и бірақ чашка ішуге болады күніне. Екі кофе дәмін көрейін деп алып келдім. Мына жерде латте и мынау карамель латте. Және де мынандай нәрсе алып келдім. Сиф, мынау жуғанға газ жаман болып кетті. Мынаның екеуін жуу үшін. Ой, бірге алып келдім. И, кстати, мен листопадтың уже 154-ші сериясындамын. Кстати, енді маған кәдімгі ет бар ғой, қызыл ет. Соны аптасына бір рет жеуге болады. Қалған уақыттың бәріне тауық етін жеу керек, немесе аптасына 3 рет балық жеуге болады. Балықтың бәрі емес еще. Бір списоктан қарау керек қандай балық жеуге болатын. Сондықтан да қазір мен тек қана тауық етін жеу үстіндемін. Және де маған басында 10 шаг деген болады, маған жаңа дәрігерім 15 шаг деді. Бірақ мен әлі вообще қазір шай жеу жатқан жоқпын. А еще достар, алдыңғы видеоның комментарияларын оқығанда, мен барлық видеолардың комментарийін оқимын, естеріңізде болсын. Сол комментарияларды оқыған арасында маған барлығы енді диагноздарын қойып шықты. Мен айтсам да сіздерге айттым ғой, пожалуйста, алдыға қарай жүгірмеңіздер, мен бөлісем, оның уақытысы келгенде YouTube ештеңке жазбай қойыңыздар десем, барлығы менің жаңағы сіздерге берген кішкентай ғана информацияның арқасында маған диагноз қойып шықты ғой. Мынандай ауруға ұқсайды екен сенің диетаң деп. Ол просто мен сіздерге айтқаным, ол барлық нәрсенің 10% даже одан да аз шығар. Сондықтан да мені ешқандай ауруға қарай лақтырмай, ешқандай диагноз қоймаңыздар, уақытысы келгенде бөлісемін. Кстати, ешкім тапқан жоқ, және де таппайсыздар деп те айтамын да, табуға тырыспай қойыңыздар, өйтіп мені каждый бір ауруға қарай итермелемеңіздер.
Достар, осымен влогым аяғына келді. Сіздерге ұнады деген ойдамын. Ұнаса лайк қойып, каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Келесі мен влогтарымда, видеоларда кездескенше всем пока.